Қайырлы күн, құрметті замандастар, достар, бауырлар. Қарап тұрсақ, адам баласы туылған кезде бірден тұлға болып туылмайды. Тұлғаны тұлға қылатын ол өлшеусіз үлкен қажырлы қайратты еңбек. Еңбек қарап тұрсақ, бәрінде жеңбек дейміз. Бірақ сол еңбектің соңғы нәтижесі әрине адам үшін күтетін үлкен үміт, ол жеңіс пен жеміс. Бірақ жеңіс пен жемістің дәмі, егерде ол арамынан болса, әрине оның дәмі ащы екені айдан анық. Сондықтан да Мұхтар Әуезов атамыз айтады, күшіңе сенбе дейді. Адал өзіңнің ісіңе сен дейді. Адалынан болса, әр ойың шынайы жүректен таза болса, парасатты, мәдениетті, жауапкершілікпен өзіңнің қызметіңе, кәсібіңе қарайтын болса, әрине өзіңде соның жеңісі мен жемісін дәмін татасың, айналаңды да шаттандырып қуантасың. Сондықтан да қашанда адал жүріп, шын сөйлеп, нық басып, тыныш ұйықтағанға не жетсін. Мен жемқорлыққа қарсымын. Аққа Құдай жақ болсын.